Сыйың сыйма қарызға сұрап алған, күйің күйме жоқ бардан құрап алған. Қарынбайдың қолындай қалтылдайды жақыт болып бір тамшы мына жалған. Жақыт болып жанарда тұна қалған, жарық күнде біткен бе сірә дәрман. Мезгілімнен кеш туған кешшемедім, кешігемде жүремін сыбағамнан. Айналаңа сынай бақ әзір сәл, түлкі болса заманың тазы боп шал. Қарағым ау, қасыңда кім қалмақшы, ақ боран ақпанның азын атсаң. Дейді маған ақылға жомарт аға, сипай қамшы салғандай жонар қама. Олжагерлер онсыз да аз деймісің, аюдайын ашқарақ омартаға. Олжаңды қой, сол меді тиесілім, түлкі түгіл білмеймін түйесірін. Қалтаулардың емес ау, аталып жүр аңқаулардың ішінен жиесімім. Кірпігімен үркітіп үй қашпаған, жалқаудаман бүгінді жыл постаман, өзге түгіл аз бақын арамызда, өлең өміріне өлең үй қаспаған. Ерлік керек, құлшынып еңбек керек, бізде талай маңдайды терлеткенек. Сылқым дүние, сырғыям жүрегіңе, сыбағамнан екінші кендетпе деп. Туғанда дүниесін ашады өлең деп Абай айтқандай, мынау Алла тағала әрбір пендесіне өзінің несібесін береді екен. Ал сыбаға адамнан екен. Менің жаңа сыбаға деген өлеңді оқытқан себебім сол, кейде Алланың несібесіне ие болған менен адамның сыбағасын ала алмай қалыппын. Оның орнына пысықайлар, қулар алып кететін кездер болды. Сондықтан да бұл өлең мағынасы осылай. Ал енді кездесуіміз жүйесіміз бастай берейік. Сұраққа байланысты жаңағы сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел дегендей, сол екеуі Абай айтқандай болсын да, сөз де түзелсін, тыңдаушы түзелсін. Сәлеметсіз бе аға? Алғашқы өлеңіңізді қай кезден бастап жаза бастадыңыз? Алғашқы өлеңді мен енді қай жасымда жаздым, мектептің қабырғасында жаздым ба, ол жағы мен қазір есімде жоқ. Оның бірақ бір өлең есімде қалып, бір 4-5 жолды. Ол мына бір өзім мектептесім, жағы парталасым. Менен 2-3 жас үлкен бір әкесте, шешесте жетімге арнаған өлең бітір. Ол енді жетім болған соң бізге кейде анау жаңағы күш көрсетеді, кейде ұрып соғып тастай кезде анамыз жаңағы кітаптармен бір қосып берген бір жапырақ нанды тартып алып жеп қояды. Күрессек жығылып қаламыз, төбелесек жеңіліп қаламыз дегенде, сондықтан да бір амалын енді Алла тағала аузыма сөз салған болу керек. Бір күні жаңағы әдебиет сабағы жүріп жатқан кезде, жаңағы үзіліс болған кезде, үзіліс 10 минуттың ішінде тақтаны сүттімдағы мынандай өлең жаздым. Аты Тайғара болатын. Тайғара, аузы басы майғара. Нан дегенде тоймайды, тартып жеуін қоймайды. Арам тамақ, қасы қабақ деген өлең енді ол. Ал енді осының өзі өлең сияғы ма, бірің алғашқы өлеңім осы меншіменде. Сонан кейін барып Тайғара мен ұруын қойды, нан тартып жеуін қойды. Міне содан берге менің жаңағы азығымнан болса, енді рухани азығым өлең болып келатыр. Мен мына осында сахнаға шыққанша біраз сұрақтар келіп түскен екен. Соны жазбашы сұрақтар ғой, былай дейді. Исраил аға, біз деген досым тағдыры қызық халықпыз, халқының өзі қорғасын құяр қалыппыз деп Мұқағали жырлағандай, ақындық жайында сіз не дер едіңіз? Ақындық жалпы ақындар арасындағы сыйластық жайында ғой енді. Бұны менен көрі мысалы, менің оқырманым, тыңдарманым жауап беруге тиісті сұрақ екен. Жалпы ақын деп біз енді кімді айтамыз? Ода пенде, ода жер басып жүрген пенде, ода анадан ақиден туған. Бірақ енді мынандай халықтың аузында мынандай сөз бар. Ақынның аузына Алла сөз салады деген. Ол шын мәнінде Алланың сөзін қастерлеген, жүрегіне өткізген ақын болса, ол шынайы ақын болса, сол халқының сөзін сөйлейді. Махаббат мәңгі ертегі, көңілдің күйін шертеді. Ертіп бір жүрсең шіркін ай, елікте сұлу еркені. Ғашықсыз өмірме, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созған,
не дерсің мынау көңілге? Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың, жазылмас дерттің дауасын. Жаным-ау кімнен сұрарсың? Жаным-ау кімнен сұрарсың? Маған келген дүние ән, рухани дүние. Бұл осы күнге дейін мен үшін жұмбақ, мысалы. Мен мысалы мынау әніңде әні болады, мысалы мынау ностальгия, жаңағы айнам көз, сағыныш саз деген әндерді мен кейде өзім ойлаймын оңашығын. Мен мына осы әнді мен шығардым ба деп та. Кейде өзім сұрақ қоямын. А бұл шында бұл ғайыптың дүниесі. Біз осыны сезуіміз керек. Мысалы жаңа ғана орындалған махаббат мәңгі ертегі әні. Бұл енді бұның сөзі, мұны енді әнді ең бірінші рет Бауыржан Тұрғараев деген бауырым ініміз маған алып келді. Осыдан қайда, 10 жылдан аса болып кетті, бұны енді Құдайға шүкір, сіздердің жүректеріңізге қонған ән ғой. Сонда маған алып келген кезде қарасам, әні маған қатты ұнады. Бір түрлі қызықтым. Ал енді сөзін жазайын десем, сөйтсем, аты таппайын тұр, махаббат мәңгі ертегі дейді тағын. Бауыржан айтты, мынаны аға деді, сізден несін жасыратын бір, анау Жұпар Ақтомпыш деген ақын әпкеміз осыған сөз жазып еді. Бірақ шыны керек, маған сөзі оншақты ұнамағандықтан өзі де мойындады, артық жаза алмаймын деп айтты деді. Сосын мен айттым, ол ұят болады. Сен бірінші сол Жұпар әпкеңнен, жаңағы Ақтомпыш қызы әпкеңнен сен рұқсат сұрап кел. Алдынан өтіп кел. Онсыз мен мәтін жазамаймын, өйткені ұят болады. Ертең күні жаңағы соттасып жүрсе қиын болады деп сен. Сосын бір барып келіп тұрған, мүмкін жаңағы Күләштің әкімнің Жұпардың өзі звондады маған. Сырай, мен сені білем ғой. Мен енді оның ән жақсы екен, бірақ рұқсат алмадым деді. Сен жазсаң жазсы деп сөйдедім. Сосын мұндай мен айттым, Жұпар айттым, мен сенің бірақ сөзіңді аламын дедім. Махаббат мәңгі ертегі деген сөз маған қатты ұнап тұрды. Әніңде аты солай болатын шығар дедім. Сөйтудің әннің жаңағы тақырыбы сол күйінше қалыптаған, бүкіл өзін қайтадан жазып шықтым. Ал енді жаңағына тыңда Күмсәкен бауырымыз айтып жатыр ғой, мысалы. Сондықтан да бұл әннің тағдыры осылай. Көрдіңіз бе? Кейде бір әндер болады, мысалы, ол сенің түсіңізге аян береді, мысалы. Ол періште түсі, таңғы түстерде, мысалы. Оны қазір енді сұрақ түсіп жатса, онда айтармыз. Әннің туы өзі ол оңай емес. Бұл да бір періштелік аян болады. Бұл да келе салмайды. Мысалы, мен ән ұратын болса, мен нота білсем, бұлай отыра қалып нота жазамын. Жоқ, онда менде жоқ. Сондықтан да бұның өзі менің үшін әннің туы өте бір ғайып нәрсе. Бұл жұмбақ осы күнге дейін маған да. Сондықтан да жаңағы айтып отқан себебім, кейде мына өлең шыққан жерден ән де шығады екен. Екеуі егіз екен. Бірі бар жерде екінші шығады. Мысалы, менің бір інім бар, мысалы, осы театрда бас суретші. Туған ағамның баласы, ортаншылы. Ол ақын емес, қазір суретші, мысалы. Білдей қара шаңырақтың суретшісі отыр. Сонда мен ойлаймын ғой, бұл деген өнер деген синтез дүниеде. Мысалы, ән, суретшілік, мүсіншілік, осының барлығы бір әкешен туғанмын деп ойлайсың, мысалы. Әйтпесе, мен өзім балам суретін басқа сурет сала алмаймын. А менің туған ағамның баласы мықты суретші. Көрдіңіз бе? Осыған адам таңғалады кейде де. Сырайлы аға, мен бір сұрақ қояйын деп тұрмын. Сіз қазақ поэзиясындағы аға буынның аса көрнекті өкілісіз. Лирикалық керемет нәзік жырларыңызбен елге, халыққа танымалсыз керемет. Оның бір жағында мықты драматург екеніңізді ел біледі. Жақсы сазгер екеніңізді біледі. Әндеріңіз көп. Әнге жазып жүрген мәтіндеріңіз бар қаншама. Осы қанша айтылса да бір жөнге түспей жүрген бір мәселе бар. Ол соның басы қасында, соның қазанында қайнап жүргеннен кейін сұрайын деп тұрмын. Осы қазіргі қазақ әндеріне сіз енді композитор есебінде сұрап тұрған жоқпын. Енді әнге қатысымыз жоқ. Соның әннің мәтіндеріне негізінен
осы айтылып жауыр болған тақырып, бірақ ешкім құлақ асып жатқан да жоқ, әншілер де жоғары жақта. Сосын біздің әншілерімізге көңіліңіз тола ма сол туралы? Жақсы сұрақ, және жауапты күрделі сұрақ. Өйткені мынау ән дүние келген соң, оның тағдыры әншісінде. Ол ән, мысалы, бір ұзатылатын қыз сияқты мен үшін бар ғой. Оны сіз жаңағы өмірге алып келесіз қызды, мәпелейсіз, өсіресіз, тұлымды кезінен бастап тәрбиелейсіз. Сосын бой жаттау деген кезінде піскенге дейін өзің жұртына беру керек қой. Өзің жұртына. Ол жұрты меніңше сол әнші. Шәмші ағамыз тегін айтпаған, ән жақсы әншіден дейді. Сосын ол кісі былай дейді. Ән айтсаң жаныңды жеп айт дейді. Былай енді ел жүр өздеріңіз білесіздер ғой, мысалы 300-ге тарта ән мәтін жаздым мысалы. Көптеген енді композитормын, жаңағы 100-ден аса ән дүниеге келіпті. Бірақ соның барлығын мысалы мен қаншама кеш өткізсем, мынау үлкен сарайдан бастап, бәрін сол менің өзім әншілерім арқасында, іні қарындастарымның арқасында, Құдайға шүкір. Бірақ негізінде әннің обалы болады. Ол өзінің әншісіне өзінің иесін таппаса, ана қыз мысалы өзінің жұртын таппаса, қыздың тағдыры келіншек болып түскеннен кейін қиын болады. Сосын әннің тағдыры солай. Әнді қабылдап алған, әнді сол өзінің жүрегінен өткізіп халыққа жеткізіп жүрген әнші, сол әннің аманатын арқалау керек, меніңше. Ақынның жаны іңкәрлікке құштар ғой. Сол іңкәрлік ғашықтыққа жиыласа ма? Сенің айтайын деп отқаның бұл мысалы өлеңде, әнді қаяқтан негіз алады, тудың себебі ғой шынымен. Ал енді ол енді айтып отырмын ғой, мен енді Алла тағаланың өзі бір шарапаты, бір келуші. Мысалы, бір мынандай бір мысал бар. Мынау Алла тағаланың өзінен келеді, ән келеді, өлең келеді деп жүре берсеңіз жүре бересіз. Ол қонбай ұшып кетеді бір жаққа. Ол үшін өзіңіз дайын болуыңыз керек. Яғни сіздің рухани әлеміңіз таза болу керек. Періштеде таза болуыңыз керек. Таза дүние ғана ол жақсылық қонады мысалда. Ішіңіз былғаныш болса, біреудің жақсылығын көре алмай жүрсеңіз, біреуге бере алмай жүрсеңіз, өзің күйзеліп жүрсеңіз, сізге ән қайдан келеді, өлең қайдан келеді. Ол үшін адамның дүниесінде періштелік бір қасиет болу керек деп есептеймін да. Ол адамдардың бәрін жақсы көру керек мысалы. Шын ақын, шын өнер адамдары. Сондықтан да мына жақсы көру тағы бір басқа. Фариза тәтеміздің жақсы көру деген бір әнін өздеріңіз білесіздер, айтып берсіздер. Жақсы көрудің өзі махаббатқа көп қатысы жоқ. Мысалы, мысалы Пушкин, Александр Пушкин да 37 жасында қаншама қыруар дүние қалдырып кетті. Қаншама қыруар дүние. Бұл Алла тағала әуелі өзінің өмір жасын сызып берген адам түсінбейсіз мысалы. Ол роман да жазды. Ол драматургияға да барды. Бәленбай дүниені 37 жасында, 40 жасында кетті ғой. Сол Александрдың есін мен былай естелігін оқып отырсам, ол енді бір өзі бір ерке тотай, тіптен патшамен де патша сарайында есін қағып жүре берген адам, теуіп ашып жүрген адам. Ол орыс халқының еркесі болған ғой, еркетай бар. Сол мысалы өзіне мынау ән өлең айтпаса шығарма келеді кезде оның бәрін сап билады екен, өзін оңашаға алып қашады екен, өзінің әлеміне кіреді екен. Ол үшін ол жуынып шайнады екен. Моншаға түссе де ол сыртқы тәнін ішкі дүниесін жуып әппен тазалайды екен. Ана келуін күтеді екен. Сонда ғана бар болған қонады екен. Қонғанда да оңдырмай қонады. Ол жаңағы романын, повесін бірнешесін бірақ жазып тастайды екен. Міне сондықтан да ол енді кірпияз дүние ғой. Бұл өнер деген қай-қайсысы да кірпияз дүние. Өте нәзік дүние. Сәл болса үркіп кетеді. Сәл болса оның жаңағы кірпігінде жас ұялайды. Бұл өте нәзік дүние. Махаббат та солай мысалда. Біз енді махаббат деп аузымыз керіп тұрып айтамыз. Бірақ оның қаншама қыры, қаншама жұмбақ сұп құпиясы бар. Сондықтан да бұл енді меніңше бұл сұрақтың әрқайсыңыз әртүрлі жауап беруіңіз керек. Мен мысалы ойлаймын, бұл енді махаббатсыз дүние бос деп Абай тегін айтқан жоқ. Бүкіл әлемді, мына тіршілікті адам ата Хауанадан бастап ұстап тұрған осы менің махаббат деп есептеймін. Мына Ерлі-зайыптың арасындағы, ұл мен қыздың арасындағы, мына біздің сіздің арамыздағы біз махаббат деген не сөз? Мысалы Қожа Ахмет Яссауидің хикметтерін оқысаңыз, оған мүлдем басқаша көзқарас береді. Махаббаттың ар жағында бәленбай астар жатыр. Сондықтан да ол махаббат деген шын мәнінде кең ұғым. Оны бүгін бір кешті бар ғой, тура осы махаббат тақырыбына арнайы арнауға барады. Оны қазып, тереңдеп, астары сынады. Сонда да біз тауыса алмаймыз. Сағыныш сазы деген әніңіз бар, сол әннің шығу тарихы қалай? Бұл әнді енді сол алдымнан көп шығады өзі. Бұл дүниенің жарық көргеніне де сіздермен енді меніңше бұл енді мына халықтық сипатқа алып бұлай ие болған көп әннің бірі ғой.
бұл менің ең бір екінші, үшінші мәнім болса керек. Соны мына Жангүлім деген ең алғашқы әнім шықты. Осыдан қайда 35-40 жыл бұрын ғой енді. Студент кезімнен сәл кейін ғой. Сонда одан кейінгі ән осы Сағыныш сазы деген ән бар. Тіпті осы Жангүлім менен Сағыныш сазын шығарғанның өзінде де осы мен мынау осындай менің әнім деп айтуға өзім ұялып қысылып жүрмін. Енді екі ағаң мен әншім епсі сазгерімді қалай айтасың? Бірақ меніңше осы менің мынау сазгерлік мынау тағдырымды, табиғатымды ең бірінші ашқан осы Жангүлім менен Сағыныш сазы деп есептеймін. Әсіресе Сағыныш сазы. Өйткені оның тағдыры бар шынымен де. Тағдырлы ән. Ол менің жастық шағым. Ол енді жастық шағым болғанда мен өзі бір жаңа Сыбаға деген өлеңмен тегін оқыдым. Шынында кешеуіле келген мен. Өмірге де кешеуіле келген сияқтымды, өнерге де кешеуіле келген сияқтымды. Ылғи кешігемде жүрмін шынымен де. Ылғи Сыбағамда, несібемде. Бірақ жетемей тұр Құдайға шүкір. Сондықтан да бұл менің жастық шағым. Сол 25 пен 30-дың арасындағы дүние. Үйленген кезім, отбасын құрған кезім. Жанар деген қызымыз отыр алдымызда, немерем отыр алман деген. Бірақ ол жаңағы ақын болған соң несін жасырамыз. Шынымен 30-дан асқан кезімді бір қазақтың бір қызын өлерде ғашық болдым. Бір тойда кездесіп. Жаңағы сахнаға, жаңағы тойдың сахнасына микрофонға шығып екі ән айтты. Қараторы қазақтың тостағандай көзі бар қыз, әдемі қыз. Соған мен жаңағы кейіннен бір ауылдың кешінде тойында. Сосын той біткеннен кейін таңғы 5-тің кезінде ауылдың тойы біте ме, таңғы күн шыққанша болады ғой. Кореялар ауылға кетті, жан-жағына тарап кетті дағын. Сол асап айтты жаңағы сол кездегі тамада. Секе деді, Сырайлаға деді, мынау қиын жастар қалды. Жастар мен сізге берейін, күн шыққаннан кейін біз қалаға қайтамыз. Бір өлең оқыңызшы деді. Ол кезде желпініп тұрып жатқа өлең оқиын деген, ептеп қана ұрттап алған кезде одан сайын қатты оқитындығымыз. Сосын менің алдыма жаңағы кілең жастарды жинап берді, жігіттердің, тойдағы жігіт қыздарды, бәрі студенттер екен. Соны көзім жұмыпты, бірақ өлең оқып жатырмын. Бірақ көзімді ашып қарасам, жаңағы қыз, жаңағы микрофонда ән айтқан қыз, тура мен қарсы алдымда отыр. Қарасам, енді көзімді ой жатып айтқан оны емес, өзін жоғалтып қойған. Мен бір жылан сияқты, ол арбалып қалған торғай сияқты тұр екен. Мен соған таң қалдым шынымен де. Одан сайын өлең оқыдым. Содан кейін барып қалаға бірге қайттық. Автобуспен қатар отырып сөйтсем, жаңағы Шымкентте көп оқу орны көп. Сол бір оқу орнында жаңағы 2-ші курстың студенті екен. Кейін жатақханасына барып тұрмын. Бірақ өкініші сол, енді 12 күнге жаңағы Ыстықкөлге бірнеше рет жаңағы жолдама алып қойғам. Ана қызбен танысқанымыз ұшақ күн болған. Сосын самолетпен Шолпан атаға тартып кеттім. Тура сіздерге өтірік маған үшін бір күні анау Ыстықкөлді бір күн шықпай тұрған кезде, таңғы сәтте, мөлдіреп тұрған таза кезінде көргім келші менде. Ол күн шыққан екен, жағасы былғанып кетеді ғой. Күн сол шомылып жатады. Сон таңғы 5 пен 6-ның арасында бардым. Сөйтсем, тура анау Япырай деген ән білесіздер ғой, сонда ғана көлдің жағасында көзге тамшысын тамшылап жігіт көз алды елестесіңдер, тура мен сол халде болдым. Ойымда көкемді ана Шымкенттегі қыз, бірақ Ыстықкөлдің жаңағы күн таң атар атпастап отыр екен. Ана көлдің беті жаңағы алтын теңгеде ойнақтап жатқан кезде. Сол кезде маған бір қаяқтан екенін білмей қалдым, бір зу етіп бір өзім білмей қалдым. Анау жаңағы Сағыныш сазы өздеріңіз білесіздер. Өте мына өлшемі өте кең ән. Сол куплетіме қайырмасы тұтас келді. Содан кейін ішімнен қайталай бердім. Ән келген білдім Жангүлімнен кейін. Сосын мынау Ыстықкөлмен мен жататын жерім 500 метрдей. Соны анау көлді қалды жайына таңғы күн шықпай тұрып бөлмеме қарай жүгірдім. Ішімнен қайталап кетірім. Қайталап келдім, бөлмеге кірдім дағын, куплетіменен қайырмасын жазып қойдым дағын. Сол күні түстен кейін 5-те қайтып самолетпен ұшып Шымкентке келдім. Ана қыздан сүйініш сұрадым, мінекей ән туды. Оның аты Сағыныш сазы болады деп. Содан кейін ол қыздың аты әнде бар тұғын. Енді несін жасырам, бәрін енді өлең шіркін өсек жұртқа жәрі дегенде болып тұр ғой. Аты Тәбие болатын тұғын. Сосын анау ғашығым менің, асыл мен дегеннің орнына Тәбиям менің, Әриям менің, сен деп айтылатын тұғын. Сосын бір күн жаңағы көзім жұмып жаңағы ең бірінші менің әншім жоқ, өзім айтып жүргем. Сосын жаңағы жатақхана қыздардың жігіттердің бәрі жиналады. Көргеніміз баққам жаңағы Сағыныш сазы, ана кейіпкер қасымызда. Сосын бір күні ана қызды шақырып салып тұр, маған айтты, аға деді, Сырайлаға деді, мына сіз осы әнді көзіңіз жұмып айтып жатқан кезде, жұрттың бәрі маған қарайды деді. Мен жерге қарап кетсем, ұяламын деді. Соны өзгертуге болмас па екен деді. Мен өзгертейік. Саған қолайлы болса дедім дағы, жаңағы ғашығым менің, асыл мен деп соны шығарып. Енді 4-5 айдың ішінде олан жаңағы көпшілік бәрі тарап кетті. Тіпті марқұм Лұқпан Есенов
жаңағы Шымкент мәдениетін оқыған кезде біздің үйге жатып, бізге жатақ мейманхана емес, үйге жататын тұғын. Сонда Сырайыл деді, мына әнің маған қатты ұнайды, мен бұны Құда қаласа жаңағы тамашада шығарамын деп, тамаша шығарып Мәскеуге дейін алып кетті. Міне оның жаңағы көпшілікке танымал болған себебі. Содан кейін бір жыл өтіп, жаңағы қыз маған жылайды. Неге мен сізге өйтіп өтініш білдірдім екен? Менің атым бүкіл әлемге, бүкіл жаңағы жұрттың аузына болатын еді. Мен өзің айтқан соң не істеймін? Енді оны қайтарып ала алмаймын. Міне әннің тағдыры айналайын осындай. Кейде ойламаған жерден. Мен өзім Шымкентте болсам да, ана бұл Ыстықкөлде туған, таңғы 6 туған дүние. Есігімді ашып, еріп кіргелі, сен болып бақыт келіп тұрмеді. Қарақат көзің әніңмен алғаш елеттің мені, ереттің мені. Құшағыңды ашып, көңілімді асып, бірге жүрген күндерімді сағындым. Бақытым менің, жақұтым менің, кел, кел, кел. Ғашығым менің, асылым менің, сен, сен, сен. Көзімде неге көлдірілдедің, солмаса екен енді гүлдерім. Қуансаң қуан, мұңая көрме, моншақтай мойыл, мөлдірім менің. Құшағыңды ашып, көңілімді асып, бірге жүрген күндерімді сағындым. Бақытым менің, жақұтым менің, кел, кел, кел. Біз 86 жылы біздің Алматы облысы Жамбыл ауданына Исраил ағамен Иранғайып ағамыз жаңағы кездесу кешіне келді. Сол кезде біздің ауылда Қанипа Бұғыбаева, Жібек Жарқынбаева деген ақындарымыз бар. Сол кісілер ұйымдастырып, сол кешке мен жаңағы ағаның Сағыныш сазы деген әнін айтып шыққам. Міне сол 86 жылдан бері сол ән бізді табыстырды. Міне осы күні бүгінге дейін енді өздеріңіз көріп жүрсіздер, естіп жүрсіздер, осындай творчестволық байланыстамыз. Мысалы, мына осы Ұлжанменді, Бағдатпенді мен бәлен бір жылдан бері шығармашылық қарым қатынастамын. Әрқайсында менің сөзім жазылған айтпесе, менің өлеңім айтылған әрқайсында 5-10 әндері бар, ең кемінде. Ұлжанмен жаңа өткен 80 жылдан бері қалай анау сол жаңағы Ұзынағашта кездесу барған кезде таныстық. Содан бері мысалы әлдеден бастап, Мойындодан бастап бүгінге дейін мен бір 10 шақты әнімді айтады. Соның біреуін ғана мысал келтірейін. Мынау осы өткен жылы Айнам көз деген ән жинағым шығардым. Ән альбом дейді ғой. Соны жағы бір күні Ұлжан звондайды, Талдықорғаннан келатыр, маған анау Айнам көзіңізді шығарып едім дейді. Айнам көз деген қандай ән? Сөйтсем, сіз маған беріп едіңіз ғой. Сөйтсем, қайда? 10-12 жыл өтіп кеткен ғой. Оны ұмытқан мен. Одан бері қанша ән туды. Қанша әнді жағы есін тауып, есін жүрген. Соны бір жағы ойладым, ойбай, ондай болса маған ол болатын болды өз әнім өзім. Кел тыңдап көріп. Тыңдап көрсем, өз әнім өзім таңғалдым. Кімнің арқасында? Әншінің арқасында. Орнынан бір тұрып қойшы айналайын. Ұлжанның арқасында. Анау әнді қалай әрлеген десеңізші.
Сонсоң Ұлжан, енді мен саған айттым ба айтпадым ба, бұл әннің бір керемет тағдыры бар. Аздап қана мини тарихы бар. Бір күні таңғы 5-те, ол енді мысалы түстің өзі 3 түрі болады, өздеріңіз білесіз. Адами түс, шайтани түс және періштелік түс деген. Таңғы 5-терде 4-5-те көретін түсіңіз, күн шықпай ол періштелік түс. Біз соған сенуіміз керек. Жақсы болсын, жаман болсын, соны жорту керек. Қалған шайтани адами түстер ол тамаққа тойған кезде, ұйқыңыз шала болған кезде ол ұмытылады. Мен мына осы әнді таңғы түсте өзім көрдім, таңғы 5-те. Кәдімгі Илья Жақанов ағамыз бір қоржын тамда, тура жаңағы ортасына отырып алған, былай молда соған, қолында домбыра, ана есіктің ар жағында, осы күнде көз алдымда түсінік аян берген ғой, есіктің ар жағында күңгірт, тек қана басы бет пішін көрінеді, не Ғабең, не Мұхаң, Мұхтар өзі, не Ғабит Мүсіреп екеуі. Ана кісіге екі кісі, біреу енді қайсы екен білмеймін, Ғабең дедім, Мұхаң дедім, ол есімде жоқ. Бірақ көмес. Мен сол Илья Жақановтың жон арқасында тұрмын. Ол кісі мені көрмейді, білмейді. Не екенін қайдам, жон арқасында тұрмын. Соны ана кісі естірді, осындай бір айнам көз деген бір жаңа дүние келіп еді. Соны сіздер тыңдап, бірінші тыңдап, маған бағасын беріңдер. Сіздер алғаш орындайын деп тұрмын деді. Айтып келеді, айнам көз әнемді қайрат. Соны ана кісілерге ана ән айтып болыңыз домбырамен. Соны ән мен жаттап алдым. Түсімде. Жаттап, соны жаңа бірақ айтып болған бойда Илья Жақанов та жоқ, ана Ғабең бе, Мұхаң екеуі де жоқ. Жаңа жуған шайған болып кеттіған. Ұйқымнан шала оянған барда, үйімде ол кезде диктофоным жоқ. Барып магнитофон барымдаған, ұйқылау жаңағы ана әні жаттап алдым ғой. Сөйтіп микрофонға бастым. Басып қойып тұрып, ертеңіне барайын десем қорқам. Ана түсіп қалдым ба, түспедім ба, ән бе, ән емес пе білмеймін. Үйдегілерім бар жұмысына кеткен кезде сәс күшісінде барып тұрып, батылым барып ананы қойсам, тұптыр өзім жаңа ұйқылау осымен осы ән туған екен. Айнам көз деген ән туды мысалда. Міне сонда мен таң қалам, бұл қалай. Маған келген ән Илья Жақановтың аузы арқылы келіп отыр. Оны тыңдап отқан жаңағы біздің корифейлеріміз. Міне әннің кейде ғайыптан келетінің бір себебі осы. Өзім таң қалам. Осы Сиган серендасы бойынша көптеген мақалалар жазылды, кейбір бір әңгімелер айтылды. Осы программада бір жақсылап бір сол Сиган серендасы жөнінде қайтадан бір айтып берсеңіз көрермендерге. Әділхан деген бауырымыз, менден Жетісайда өзім оқығам ғой жас кезімде. Сондықтан інімнің келгеніне Жетісайдан сәлем алып келгеніне қуанып отырмын. Бір жақсы сұрақ қойып отырып, өте жақсы сұрақ. Мына тағы бір өзіңіз сияқты бір сұрақ түскен екен. Мен соны қосарлай кетейін. Бұлай дейді. Махаббат құдіретінен туған Шәмші ағамыздың Сыған серендасын естісе де, естіге де, поэмаға да қимай, драмалық шығармайтып жаздыңыз. Бүгінде үздік қойылымдардың қатарындағы Сыған серендасында 2 драмалық желі бар, неліктен дейді. Міне көрдіңіз бе? Мұна біліп сұрақ қойып отыр ғой. Ана бірнеше рет көрген болуым керек Сыған серендасын. Өйткені бәріңіз де көрген шығарсыз деп есептеймін. Өйткені мына Қара шаңырақта Құдайға шүкір қазір 5 жылдан асып 6 жылдай осы қойылып жатқан жағдай бар Қара шаңырақта. 8 жыл дейді Есімхан аға. Міне енді осыған байланысты жаңа неге 2 желі бар дейді. Демек, бұны Сыған сен тек қана көріп қоймай, тамашалап қоймай, өзінше ой түйген, өзінше пікірі бар адам жіберіп отыр осы шынымен. Бұнда 2 линия бар. Изольда линиясы және сағыныш линиясы. Егер мен тек қана Шәмші ағамызды жаңағы Сығандардың табырына жіберіп, оны үйлендіріп, әйтпесе үйлендірмей әнмен осымен аяқтасам, жұрт айтпай ма? Сыншы ғой жұрт деген. Шәмші ағамыз қалай Сығандардың соңынан жіберіп қой сразу барып дейді. Сондықтан да мен саналы түрде мына сағыныш линиясын қостым. Онда тағы да айтайын деп отқаным Шәмші ағамыздың, мына өздеріңіз білесіздер, Дунган қыз деген бар ғой, Таразды жағалап жүрген кезінде осы тек қана Дунган қызына ғашық болмаған, сол жерде бір қазақтың жаңағы Қараторы қызы келіншегіне ғашық болған. Оның аты азыр ұмытып отырмын, ана сағынышым менің деген содан туған. Бағдат айтатын сенің сағынышым менің бар ғой, сол Таразды келіншекке арналған. Керемет ғашық болған. Мен ол жайында қазір бір эссе жазып жатырмын, Құдай қаласа. Соны Құдай қаласа бір газетке берген кезде көресіздер оның сырын. Сонда ол сағыныш менің деген ән бар ғой, ананың қыздың келіншектің атын айтпаған. Сағыныш мен сол келіншекке арналған ән. Бірақ сол жаңағы сағыныштың менің де тағдырым бар ішінде. Менің де тағдырым бар. Ona шығармашылық адамы, анау әрбір шығарма жазған сайын өзінің қанымен жанымен жазған сайын соның ішіне өзіңді тағдырын қосып отырады кейде. Сағыныш линиясында менің тағдырым бар. Жаңа айттым, сағыныш сазы бар ғой, сол неде жүр, сағыныш линиясында жүр. Сондықтан да бұл тек қана Шәмші ғана емес, одан мен де бармын.
Райлаға жаңағы өзіңіз айтып отырған сыған серенадасы шынымен де біздің қара шаңырақтың бір бетіне айналған десек те болады, бір бағына келген спектакль, оны қойған Есімхан Ағаубаев. Мен сол спектакльде Шәмшінің ғашығы Изольданы ойнау бақытына ие болған бақытты актрисамын. Райлаға, сіздің әр әніңіз халықтың жүрегіне жетіп жатады. Әр әніңіз қазіргі тілмен айтқанда хит болып жататыны секілді. Жаңағы сіздің драматургияңызды аз жазсаңыз да, ауылдан келген ару, сыған серенадасы халықтың жүрегінен орын алады. Сондықтан да сіз жаңа айтып жатсыз, бұған барудың онша керегі жоқ ау деп. Әлі де жаза беріңіз. Мен сізге әлі де тың шығармашылық табыс тілеймін. Мені жалпы актриса Шынарды Шәмшінің әлеміне жақындастырғаныңыз үшін, сіздің тазалығыңыз үшін, бөлектігіңіз үшін, сізге сыған серенадасы үшін рахметімді айтамын. Аман жүріңіз. Біз енді Шәуілдірдің азаматымыз ғой енді, білесіз мені. Сол ауылдан, әкемізден естіген әңгімелеріміз ғой енді. Бұл өзі Шәмші Қалдаяқов Темір совхозында өскен ғой. Темір совхозында туған, Темір совхозы емес, ол ар жағында бірінші анау Саркөл деген көлде туған ғой. Бірақ енді кейін мына Темір совхозға әкесінің аты Анафия сораға көшіп келіп тұрған кезде жаңағы бала кезінде сол совхоздың жанына табыры мен сығандар келеді. Табыры мен сығандар келіп қонып атқан кезде жаңағы сығандардың арбасы сынып қалады да, Шәмшінің әкесі Анафия деген кісі бар, соның дөңгелектерін жөндеп, әкесі ұстап алған кісі. Дөңгелегін жөндеп, сөйтіп сығандарға көмектеседі. Содан шығанның жаңағы өзінің барон дегендер болады ғой, жаңағы басшылары. Сол барон деген басшысы, ойбай, айналайын, сен мықты бір азамат екенсің, қолыңнан іс келетін азамат екенсің, сен күнде біздің мына неге келіп, жаңағы сақ түйектерімізді жөндеп беріп тұр дейді. Содан жаңағы Анафия баласы Шәмшіні ертіп алады да, соның үйіне барып, жаңағы майда шүйде сынықтарын бәрін, жаңағы сынғандарын жөндеп жүреді. Сонда кішкентай Шәмші Изольда деген қызымен екеуі бірге ойнайды. Тарихы негізді. Изольда деген қызбен бірге кішкентай кезінен ойнап өседі. Уақыт өтеді, жылдар өтеді. Үлкен азамат болып Шәмші осы консерваторияға оқуға түседі. Сонда базарда, Зеленый базарда жүрген кезде Изольданы кездестіреді. Изольда кездестіреді, дай погадай деп артынан қалмаған екен, ашшаң деп алақанын береді. Алақанын бергенде жаңағы атын кім деп сұрайды, Шәмшімін дейді. Қай жерден, қай Шәмшісің дейді ана Изольда. Осындай Шәуілдірден. Ой, мен Изольдамын ғой дейді. Қай Изольда? Осындай ше. Баяғы баронның қызымын. Ойбай айналайын. Әкең қалай дейді. Әкем өліп қалған, қайтыс болған дейді. Содан тұрады да жаңағы әкесіне көңіл айтуға барады. Изольдаға еріп үйіне барады да ағаларына көңіл айтады. Ана әннің ішінде тыңдасаңыз, мойыма жігітсің ғой, қайғырма деген сөздері бар. Burada тек ғана қайғылы адамды жұбату ғана сөздері негізінде. Көңіл айту әні бұл сыған серенада деген. Бірақ енді соны халық ойлап қалған, жаңа Шәмші Қалдаяқов сыған серенадасында Изольдаға ғашық болды деп ойлаған. Сөзін шынына келгенде ол олай емес, ол көңіл айту әнді. Жігіт болсаң мойыма, қайғырма, басын көтер, гитараңды ал шырқат деген сондай бір әдемі сөздері бар ғой негізі сөзін. Соны мен бір айтам ба деп жүргенде осы бір негізі бұнда тарихта да айтқан дұрыс. Өте рахмет. Рахмет. Мінекей қалыппыш кеніш қой, жаңа дерек менің жазғаннан да көрдіңіз бе, одан әрі тереңгі тарихқа кетіп жатыр. Кешегі тарих, кешегі Шәмші бүгін тарихқа айналды деген сөзіміз кей. Шәмшінің тағдыры да, тарихы да халыққа айналып кетіп жатыр. Сондықтан да айналып кетейін. Бұны тек қана бүгін емес, ертеңгі бір үлкен бір газетке осылай деп өзіңнің пікіріңді жазсаң, ел білсін, жұрт білсін шынымен. Ол ойдан құралған ба, шынымен солай ма, Изольда бар ма, жоқ па, мінекей өздеріңіз көздеріңіз жетіп отыр. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұлар енді мынау жаңағы ауылдан келген аруда да, сосын мына сыған серенадасында да
Енді Құдай қаласа жаңа Иса ағаның өзі айтып қалды, аты Мәжін, бірақ оның жаңағы заты қалады, мүмкін аты өзгеріске ұшырауы мүмкін, енді режиссердің қолында ғой. Сондықтан қазір енді осыны енді қолға алып жатқан екінші бір пьеса қазір Қарашаңырақтан шығайын деп тұр, жаңағы айтып қалды, күзге таман қойылып қалатын шығар. Онда да сол жаңағы ән бар. Менің өзім мына әнге жақындығынан ба, әннің өзімде бар болған екен бе, ақындықпен қосып, көбінесе жаңағы әнді ала жүремін. Бір жағы ол менің ішкі бір өзімнің есебім басқа емес, табиғат солай. Өйткені ол ән менен поэзия, мүмкін жағы драматургия жүрген жерде ол сөз жоқ көрерменнің жүрегін қабат деп есептеймін. Сондықтан да менің өзім бір стилім бола ма, өзім бір алған бір бағытым бола ма, Құдай қаласа, мен алғаш кейінгі осындай дүниелер жаза беретін шығармын деп есептеймін. Құдай қаласа, жаңағы қойлайын деп жатқан, дайындалып жатқан дүниеде енді іске сәт жарық дүние көрсін, сіздер көріңіздер. Сіз көп өлеңдер жазып отырсыз. Әр өлеңнің өзінің тарихы бар. Сол өлеңдерді жазған кезде өлеңнің өлшеміне сыймайтын, өлеңге қимайтын бір ойлар болады ма? Сол туралы айтып берсеңіз. Мен оның өзімнің сөзім, бір сұхбаттарымда беремін. Мысалы, қазір шығармашылық былай мүмкіндігіңіз қалай, не жазып жүрсіз, қандай не жазбақшы ойыңыз бар деген сұраққа мен көбінесе газетте берген сұхбаттарыма беремін, мысалы да. Құдайға шүкір, үлкен 3 салада атқарып жатырмын. Әзіреймін шалдығып, шаршап жатқан, болдырып жатқан ештеңем жоқ. Өйткені бір-біріне қуат береді шынымен. Бұл драматургия өте күрделі, өте қиын, өте жауапты жанр шынымен. Бірақ мына ән мен өлең ол бір айтып отырмын ғой, бір ғарыштан келетін маған бір сыйлық сияқты сезінемін. Мен кейде тіптен өлең жазамын. Мен өлеңді жаза жалықтым деймін, мысалы. Анау кім жаңағы блокта айтқан екен кезінде, дәл осы сөзді. Мен өлең деген бұдан былай жазбайын, өлең шыңына жеттім ғой дегенде. Құдайға шүкір, өлең шыңына жету мүмкін емес. Бірақ кейде басқа бір жанрға өзіңнің мүмкіндігін салу үшін сол керек болады. Мысалы, жаңағы әдемі сұрақ беріп отырсың мәнде де. Мысалы, бір 15 жылдан болды, жақында ғана әлі жазып бітірдім енді. Құдай қаласа осы биыл, әйтеуір осы күзге дейін болатын шығар, 7 томдығым шығу керек. 7 кітап болғанмен 7-і 7 түрлі. Поэзия 3 кітап болады, бірақ поэзияның жанры басқа-басқа. Сосын мына пьесалар жинағым, содан кейін жаңағы аудармаларым болуы мүмкін ән жақ бола ма. Сосын жаңа қарындасым сұрақ бергендей, бір тамшы көздің жасындай деген бір 15 жылдан аса не өлеңге қимайтын, не сыймайтын бір үзік сөздер. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, Абайдың қара сөздерін оқып жүрсіздер ғой. Кейде соған ұқсап кетеді. Кейде мысалы Асқар Сүлейменов аударып жүрген жаңағы Чадаев, кейде Разанов мысалы. Осындай бір үзік сырларды, ол пәлсапа бола ма, ол ой бола ма, топшылау бола ма, сонымен қағазға түсіріп бір кітап бастырдым. Құдай қаласа, ол 18-19 басты болып қалады. Сол 7 жинақтың біреуі сол болады. Егер ертең күні былай шығып жатса, ең бір үміт ететін жақсы дүнием осы болады деп есептеймін. Ол мүлдем басқа жанр шынымен де. Айттым ғой, прозада келмейді, поэзияда келмейді. Соның шығуын күтіп отырмын мысалы. Сәлеметсіз бе? 6 жасар балаға да алдандым, ақыл есі шалаға да алдандым деген өлеңді жолдарыңызға қарап, Исраил Сапарбайды тым аңғал сенгіш деп айта аламыз ба? Жалпы алданған күндеріңіз көп пе? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, домбыра, асық, қамшы жинауға әуесінеді екенсіз. Осы жинағандарыңыздың саны бүгінгі күнде қаншаға жетті? 6 жасар балаға да алдандым, ақыл есі шалаға да алдандым деп. Кейде өзің бір шынымен де пұшайман жеп, бір жаңағы ұрып соғып кетпейді ғой. Мына жүрегіңе жара салып, кейде бір жүрегің шаншып, тиісіп, бір сондай бір өзінің бір нашар аурасын көрсеткен кезде, ортада боласың, тойда боласың, басқа сындастырған кезде, шынымен де өзің ішің әлем желім болып, бір таяқ жеп қайтқандай боласың. Ол таяқ еттен дейді ғой, бірақ мына жүрекке жеткен таяқ жаман, сөздің таяғы оқу жаман болады. Сол кезде 2-3 күнде өзің ауырып жүресің шынымен де. Сол кезде жазған өлең бол. Ана мен бір жаңа айтып отқан бір тамшы көздің жасында мынандай не бар, жол бар. Батыр аңғал дейді. Өзім нем ғой, топшылауым ғой. Батыр аңғал, ал ақын аңғал саңғал. Шында аңғал саңғалмыз біз де. Біз мынау шұрқ тес сияқтымыз да. Кейде ақын бала болады, мінезі болмысы. Ол бала періште ғой мысанда. Ақын кейде дана болу керек. Өзің даналығыңда елдің алдында, елдің басына сын түскен сәтте.
өзің тағдырың, тарихың таныған кезде ол сен дана болуың керек, шын ақын. Былайғы кезде шын ақын бала. Бәріне өте сенгіш, өте нанғыш. Ол енді сенгіш, нанғыш баланы кім болса сол жаңағы компьютер лақтырып алдай салады ғой. Сондайдан туған өлең айналайын. Бір жағы ол менің болмысын табиғатым шығар. Мен бұған ешқандай өзім кемшілік деп есептеймін. Ол солай болуы да керек. Сондықтан да мына бір өлең тағы сұрақ келіп түскен екен, бұл енді тағы жауап бермеске болмайды. Исраил аға, сіздің 1989 жылы басылған Қызыл жел жинағыңызда 70-ің жер екен ғой мына тұрған, жол десем ұзын ырға шұбатылған. Ойдағың арман болып қалады екен, бойдағы айырылған соң қуатынан деп өлең жазған екенсіз. Сіз оны 70-ге келмегенсіз, бұны қалай жазып жүр дейді ғой енді. Мен айтам, ол енді ақын тек қана өзінің тағдыр талайын жазбайды ғой. Мысалы, 70-ге келген алдымызда ағаларымыз бар, мысалы. Өздеріңіз білесіздер, мынау жаңағы 70-те мысалы 60 жасына келген күні өзінің туған күнінде қайтыс болған ақындарымыз бар біріміздің, мысалы. Ол Сағи Жиенбаев, өздеріңіз білесіздер. 60-қа толған күн 15 май мамырда сол күні қайтыс болып отыр. 60 енді толайын деп жатқан кезде. Бұл бір жағы трагедия ғой шынымен. Біз ана өткеннің бәрін сызып тастауға болмайды. Сағи Жиенбаев қандай ақын еді, мысалы. Жұмекен қандай ақын, мысалы. Біз қазір Абайдан кейін Мұқағали бірақ түстік. Құдайға шүкір, Қасымды ортаға салып отырмыз енді. Оның осыны тойға дедім. Қандай керемет ақындар еді. Бір екеуімен саналмамыз керек қой. Әр қайсысын ақтарсаңыз, керемет тағдыр, керемет поэзия, керемет дүние жатыр. Міне біздің мынау тірілердің міндеті осы. Осыны біз қолға алайықшы. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Менің есімім Сағымбек, әкемнің есімі Әшірбек. Мен сізге қоятын сұрағым тосын болуы мүмкін. Қазақ ұғымында, мұсылман ұғымында Исраил деген пайғамбар бар. Сол пайғамбармен қазіргі мына алдымыздағы отырған Исраил Сапарбайдың арасында қандай байланыс бар? Себебі, мен бұл сұрақ неге қойдым? Қоюымның себебі сіздің әндеріңіздің шығарып атқан ақындық жолдарыңыздағы өлеңдеріңіздің белгілі ұғымдармен астасып жатқан сияқты. Себеп таңға жақын туатын сияқты. Бір ғажайыптан туатын сияқты. Менің осыған сізден бір өтінішім, осыған маған жауап берсеңіз. Салмақты сұрақ, саралтындай салмағы бар сұрақ қой. Жаңағы өте жақсы еске салып кеттіңіз шынымен. Ол енді менің шығармашылығым, менің табиғатым, тағдырым ол енді шынымен бір ғарышпен, Алла тағаламен байланысты шынымен болып жатса, ол енді мен өзім сезінемін оны. Сезінемін. Бірақ ол ертеңгі күні мен о дүниелік болған кезде, Алланың сапар шеккен кезде мүмкін оның оқырман, сіз сияқты салауатты, сауатты оқырман сезінсе, одан да жақсы болар деген нем бар. Оны мен қазір толық айта алмаймын. Бірақ өлеңмен, әнмен берем. Маған кейде айтады, сіздің әндеріңіз дейді, жалпы мына хормен, көпшілікпен айтуға келмейді екен дейді. Оны жаңағы жеке айту керек дегенде алады. Менің кейде осыны мені ойландырып тастайды осы сұрақ. Кейде мысалы мынау көп болып, ең құрын 5-6 болып, квартет, секстеп болып айтып тастайды деген арман бар мысалы. Бірақ оған келмейді екен дейді. Кейде өзімде сені ойланамын. Сосын ойлаймын, мүмкін осында бір құпия бар шығар. Соның бір шет жағасын сұрап отырсыз менен. Оны біліп деп отырсыз. Мысалы мен өзім енді шынымен тек қана ақын болып өлең жазып, ала берген екен, осы өлең маған 4 ауыз өлең деп жүре беруге болмайды. Мына елдің алдына шыққан соң ол әнші бола ма, ол ақын бола ма, суретші бола ма, елдің алдына шығу оңай емес. Мына сіздердің әрқайсыңызда керемет бір әлем жатыр. Әр адамның өзінің әлемі бар. Оған екінің бірі кіре бермейді мысалы. Мен өзімнің әлемімді жасау үшін мен қанша жыл мысалы жұмыс істедім. Тек 60-тан кейін ғана өзім әлемімді жасадым мен. Мысалы, мен сіздерге қазір бір өлең оқып берейін. Тура осыған байланысты. Өлеңмен бұлай әспеттеуім керек шығар. Мысалы, маған кейде сұрақ туады. Сіз енді осың мақұл, қалтаңыз тесік екен, қалтаңыз жоқ екен. Осы кітаптарын шығаруыңыз керек. Сізде мынау жаңағы осы исі қазақтарда бір екі азамат, бір исполнителер бар ма, демеушілер бар ма дейді. Мен оның ішіне керекті мынау үлкен сарайда Бағдат ұлжан өздеріңіз білесіздер, мен 6 рет, 7 рет кеш өткіздім. Үстенді сарайында 2 рет, конгресс холлда 2 рет өткіздім. Соның барында бәрінде де мен жаңа демеуші өткіздім. Бір Құдай әйтеуір жар болсын деп. Бәрі Құдайға шүкір, қиналам, азаптанам, бірақ бәрі жақсы болып шығады. Мен мына әншілеріме, өзімнің жаңа аға қарындастарыма рахмет соны екен айтып отырмын.
мені сіздерге алып шыққан. Міне осындай бір өлең сұраққа мен мынадай жауап беріп едім. Демеушіңіз бар ма деген сұраққа. Мен айтым бар дедім. Ол кім? Қазір тыңдап көресіздер. Демеушім бар. Аты оның бір Алла. Ал өңгесі тоқалдан қу байдан сақ. Арыстанша ақырмаспек құрғырай, аспандағы айдалсақ. Болса кәні уудың бірер ұрттамы, тағдырыма табалмадым еш айла, көкбөрінің жұрнағымын жұрттағы, мұңшағатын тек айға. Барыста кеп көрсеткен жоқ бізге ешкім, бәлкім оны көрмейтінде шығармын. Шынымен ақ көлі жоқ па қызғыштың, шеті жоқ па шыдамның. Жер жетімек, көңіл шіркін жаланғат, көктен жаңбыр тамбаса. Есеп кепшіл еркеккендігін маған жат, ұрғашылар болмаса. Беу періштем тағдырма талғармау. Сен болмасаң өлермедім құсадан, есі дертім өзің даңсау, армандау ұжымағыма ұсаған. Бақыт болып көрінеді бар әлем, көзге әлеміш бояу жақсақ болмысқа, саусаңа көк жұлдызын тағарем, амалғанша қолғысқа. Бізде талай айға қарап ұлыбек, баяғы сол тұрқы түркі жандарша. Бұл өмірдің көк түйінді құны жоқ, бізге баз кешерем бар болса. Көшет келі айдақармен аюды, қабағыма қондырмадым қай түнді. Тек Аллаға алақаным жаюлы, тек Аллаға мінәжатым айтылды. Ешкімнің де мақтауы мастандырмас, ешкімнің де даттауы жасқандырмас. Жылап келіп өмірден жылап өтер, армандасын дүние аш қалдырмас. Ешкімнің де үлгісін керек етпен, абай барда алдымда өнек еткен, жұлдыз басып құтылмас жүзін жерден, жарық қашып құтылмас көбелектен. Жарықпын мен, сөнермін барып, арманыма жеткенде арып далып, ақ қарасын жаныңның анықталық, шық жарқыным жаныңды жарық қалып. Жарықпын мен, белгілі бір сөнерім, сөнгенімше жаныңан нұр себемін, қолда барда алтынның қадірі жоқ, қолдан шығып кеткенше білсең едің. Рахмет сіздерге. Кездесу көп болсын, жүздесу көп болсын. Сіздерге көп рахмет.